Омар аға, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Ертегілер енді көп жағдайда қиялға құрылады ғой. Иә. Бұл жалпы бүгінгі баланың ой санасына қалай әсер етеді? Ойын қалай дамытады? Ол бала қай кезде де бала ол. Бала негізінен аппақ қағаздай болып туады. Ата-аналар өзі бұзады дейді, абай айтады олар. Қиянатқа салындырып алады дейді. Кейіннен сол қиянатқа салындырып алған балалар, яғни ата-анасы бұзған бала, кейіннен ұстазға да, ғылымға да, тіпті иман ихтиқатқа қиянатпен болады дейді. Олардан дейді, кемел адам шықпайды дейді. Олардан дейді, болашақта жарым адам, жарым мұсылман, жарым моллалар шығады дейді. Қатты айтып отыр абай. Сонда қазіргі кездегі біз жарым адамдар, жарым мұсылман, жарым ғалым, жарым студент, олар қайдан шықты деген кезде сол тұнық, тап-таза баланы ата-аналар өздері білдіріп алады екен. Бала кезінен бастап. Сондан балаға жас кезінен бастап ата-ана рухани, өзі тәрбиелі ата-ана баласына рухани тәрбие беріп, яғни оны алдамаса, оны қиянатқа салындырмаса, ол баладан үлкен азаматтар өсіп шығады. Сондан қазіргі кездегі бірінші мен өзім ойлаймын, ата-ананың өзінің деңгейін көтеру керек. Әрбір ата-ана қыздың мұраты, ұлдың мұраты не деген сұраққа басын қатыру керек сөз. Өйткені көп ата-аналар осыған басын қатырмайды, бірақ бүгін қатырмасаң, ертең басын қататын болады. Қазақ айтады ғой, айтып қойған соңғылыққа жақсы, іреп сойған сойғылыққа жақсы дейді. Әр нәрсені айтып қою керек. Мысалы, балаға айтып отыру керек. Ертең сен ішкен жегенге мәз болма, бір тамағын ит те табады. Сен дегеніміз елге тұлға болатын азамат болуың керек сен. Сонда ғана мен саған аналық ақ батамды беремін. Сонда ғана мен саған риза боламын. Сонда ғана мен дүниеге ұл туыппын ғой деп мен саған риза боламын деп. Әрбір ата-ана айтып отыр, бірақ оны кім айта алады? Оны тек қана көз ашық, көкірегі ояу ғана ата-ана айта алады. Ал көкірек көз жабық, тек қана дүниеден, малдан басқаны ештеңе білмейтін бала, ол қандай баланы тәрбиелеп шығарады? Ол өз сияқты баланы тәрбиелеп шығарады. Абай айтады ғой, өзіңде ит болсын деп азғыр дейді. Сондықтан бізге қазіргі кезде кемел адамдар керек. Өйткені заман сондай, заман талап етіп отыр. Мына бәсекеге шыдап беру үшін бізге қиялы шарықтаған жаңа технологиялар ойлап табатын, ұлтын, елін өгіздей өрге сүйрейтін азаматтар керек. Сіз ойлаңыз, заман бізге қандай салмақ салып отыр қазір. Сондан біз босаңсуға, ел аман жұрт тыныш қой, көппен көрген ұлы той деп айтуға хақымыз жоқ. Міне әрбір ата-ана басын қатыру керек. Неге? Өйткені ертең кетесің бұл өмірден. Сол кезде қазақ айтады ғой, артында балаң қалғаны көзің қалды дей бер. Артында сөзің қалса, өзің қалды дей бер дейді. Міне сондықтан өлгенде не өлмейді? Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді. Сондан бұл боқ дүниеге алданбай, мәңгілік жасайтын адамның жанының азығын іздеуіміз керек қой. Мына мәңгілік ел дегенге біз көбінесе былай көп адам мысқылмен қарайды да, мәңгілік ел деген бола ма екен деп. Шынымен мәңгі ол біздің рухымыз мәңгі. Сонда қазақ айтқан ғой, бетеге кетіп бел қалады, бектер кетіп ел қалады дейді. Немесе Сұлтанмахмұт айтқандай, күн сөнгенше сөнбейміз, өлер жерден кеттік біз дейді ғой. Міне сол старт, соны алу керек. Және азайтпау керек жылдамдықты. Неге? Ол үшін ата-аналардың көзі жерде болмау керек. Маған айтады, көзің жерде болмаса, жерде не бар? Жерде ол жерде егер болса, онда малдан басқа ештеңе көрмейсің. Ата-аналардың көзі көкте болу керек. Яғни көз көктегі ата-ана, маған айтады ғой, жерде не бар? Төменде ол қоршылдаған шошқа бар, жылан бар дейді. Яғни бүкіл зұлмат бар дейді. Өмір зәндем от үстіне салынған. Көзің көкте болсын, тірсектерін майыспай, бұл зәндем көпірді өте шық дейді. Міне сондай көз көкте болсын дегеніңіз, адам өзін Алламен өлшеу керек. Алла айтып отыр, мына 5 күндік өміріңе алданба, мәңгілік жаныңның қамын ойла деп отыр. Туыстық қарым-қатынасты дәріптейтін ертегілер жайында